Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі математика пәнінен сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Оқу мақсаттары 4, 2, 1, 6 бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәнін салыстыру. Бағалау критерийлері бөлімдері бірдей жай бөлшектермен қосу және азайту амалдарын орындай алады. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыра алады. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыруға қатысты өздері мысал келтіре алады. Бірінші тапсырманы орындауға ұсынамын. Бұнда бізге берілгені ғажайып галактика ойыны арқылы орындаймыз. Балалар, сіздер көріп отырсыздар, алдарыңызда жұлдызшалар. Жұлдызшаларда берілген тапсырмаларды таңдап алу арқылы ойын орындалады. Суреттің боялған бөліктері бойынша бөлшектер жазылады. Бүгінгі сабақтың мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді мәндерін салыстыру. Бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін бірінші, өрнектердің мәндерін есептеу керек. Екінші, екі бөлшекті салыстыру керек. Біздердің барлық мына яшықтардағы жұлдызшаларды санайтын болсақ 12. Яғни есебіміздің бөлімдері 12. Бөлімдері осы жерде екі ереже есімізге түсірейік балдар. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да алымдары бір-біріне қосылады. Мінекей 12, 12 бөлімі 4, 5, 9 алымы. Яғни айтқанда 12-де 4 бөлшегін 12-де 5 бөлшегіне қосқанда 12-де 9 бөлшегі шығады екен. Екінші ереже, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да алымдары бірінен бірі азайтылады. Яғни айтқанда бөлімдері 12-де 9 бөлшегінен 12-де 4 бөлшегін азайтқанда 12-де 5 бөлшегі қалады. Және тағы ережелерді есімізге сала кететін болсақ, алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады. Және бөлімі бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады деген ережемізде бар. Екінші тапсырмаға қарайтын болсақ, оқушылар бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесін есімізге түсіре отырып, өрнектердің мәндерін табайық. Жаңағы бізге берілген бөлшектердей мысал келтіре кетейік. 90-да 35 бөлшегіне 90-да 30 бөлшегін қосу және 90-да 8 бөлшегін қосу. Болады 90-да 76. Бұл қосу амалы. Және енді азайту амалына берілген. 45 пен 12 бөлшегіме 45-те бір бөлшегін қосып ал, 45-те 14 бөлшегінен азайту. Және онда 45-те бір бөлшегі шығады екен. Осыған ұқсас қалған 4 есепті балалар өздеріңіз орындай қоясыздар. Үшінші тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырмада салыстыру берілген, көріп отырсыздар. 90-да 15 бөлшегі мен 90-да 12-ні қосу амалы және 90-да 1 бөлшегі мен 90-да 40 бөлшегін қосу амалы. Қай жағы көп, кіші, тең немесе кем. 90-да 15 бөлшегіне 90-да 12 бөлшегін қосқанда 90-да 27 бөлшек құралады. Және 90-да 1-ге 90-да 40 бөлшегін қосқанда 90-да 41 бөлшек болады. Оны біздер былай оқимыз. 90-да 27 кем 90-да 41-ден. Қалған есептерімізді көріп отқан, қалған есептерімізді салыстыру тәсілімен орындап шығамыз. Келесі тапсырмаға көшетін болсақ, кестеде берілген сандардың бөлігін табады дейді. Бұлай болса, 30-да 8 бөлшегіне 30-да 4-ті қосамыз, және 30-да 6-ны қосамыз.
болады 30-да 18. Қалған есептеріміз біздің осы үлгіні қолдана отырып азайту амалын және қосу амалына берілген есептерді орындаймыз. Бірінші, жақшаның іші орындалады міндетті түрде. Содан кейін барып жақшаның сырты орындалатынын сіздер бұрыннан білесіздер. Тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар. Жаңылмадым ойынын ойнайтын болсақ, 4-тен 1 тәулік 340 минут. Тең, кем, артық деген белгіні қоямыз өзіміз. Салыстыру есебі. 2-ден 1 тәулік 12 сағат. 4-тен 1 метр, 2-ден 1 метр. Және 4-тен 1 тонны 250 килограмм. 2-ден 1 сағат 35 минут. 2-ден 1 метр 60 сантиметр. 4-тен 1 тәулік 12 сағат. 5-тен 1 километр 200 метр деп берілген екен есебіміз. Осылардың ортасына, жұлдызшаның орнына біздер салыстыру белгісін қойып шығамыз. Бұл тапсырманы да өздеріңіз орындап шығасыздар. 8-ші тапсырма бойынша, сызба бойынша санды өрнектер құрып, және олардың мәндерін табу. Балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, сызбаларымыз алдарыңызда тұр. Бірінші сызбада 100 бен 36-ның қосындысын жазамыз. Және 100 бен 36-ның айырмасын жазамыз. Одан шыққан сандарды істейміз, көбейтеміз. Осы сияқты қалған амалдарды өздеріңіз орындай аласыздар. 11-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәндерін табамыз. Балдар, біздер осыған дейін амалдардың орындау ретін жақсы меңгерген болатынбыз. Бірінші әрдайымда жақшаның ішіндегі амалдар орындалады. Бірінші есебімізде біздің жақшаның ішінде 1 амал, 2, 3, 4 амалдар. Бірінші көбейту амалдарын орындап аламыз. Содан кейін бар реттеме тұрған азайту амалдарын орындаймыз. Одан шыққан санды бөлеміз және келесі бөлуімізді орындаймыз. Одан шыққан сандарды қосамыз. Бұл тапсырманы да өздеріңізге үй тапсырмасы ретінде ұсынғым келіп отыр. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.